Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, тәжірибе алаңына қош келдіңдер. Бүгін сендермен топырақтың құрамында не бар? Біз топырақты зерттейтін боламыз. Олай болса балалар, бүгін тәжірибе жасауға дайынсыңдар ма? Я. Балалар, бүгін бізге тәжірибеге қандай заттар керек екен? Алдарында не көріп тұрсыңдар? Су. Сосын майлық, топырақ керек. Және де бізге осындай қасықтар керек болады. Дұрыс айтасың балалар. Олай болса балалар, бірінші тәжірибемізді бастайық. Алдымызда тұрған стаканды балалар өзімізге жақындатамыз, және оған бір қасық топырақ саламыз. Топырақ саламыз бір қасық. Ал енді осыны араластырамыз. Араластырып болсақ, балалар, араластырып болдық па? Олай болса стақанымызды ішіндегі топырақ су тұнғанша ары қойып қоямыз балалар. Кәнекей стаканымызды қойып қоямыз. Қашан тұнғанша. Олай болса балалар, екінші тәжірибемізді бастауға дайынсыңдар ма? Олай болса екінші тәжірибемізді бастаймыз. Олай болса балалар, алдарында тұрған майлықты аламыз, және оны алақанымызға қоямыз. Алақанымызға салдық па? Алақанымызға салған соң балалар, бір қасық топырақ алып, майлықтың ортасына саламыз. Кәнекей саламыз. Салдық па? Енді балалар, осы топырақты қатты қысамыз. 1, 2, 3. Ашамыз. Майлықты ашамыз. Және топырақты қайтадан орнына саламыз балалар. Топырақты саламыз. Ал балалар, сендер не байқадыңдар? Не көріп тұрсыңдар? Майлықта. Майлық қандай болып қалды бізде? Дұрыс. Су болып қалды және дымқыл болып қалды ма? Я балалар, бұл деген сөз топырақта не бар екен? Су. Топырақта су бар екен. Дұрыс айтасың Ажан. Біздің майлығымыз дымқыл болып қалды. Өйткені топырақта су бар екен. Өте жақсы балалар. Ал балалар, енді үшінші тәжірибемізді бастайық. Енді алақанымызды ашамыз. Бір қасық топырақты аламыз. Топырақты алып аламыз бір қасық. Және алақанымызға саламыз. Салдық па? Алақанымызға саламыз. Және топырақты қатты қысамыз. 1, 2, 3. Дұрыс. Ал енді балалар, ашыңдар. Не байқап тұрсыңдар? Біздің топырағымыз азайып қалды ма? Көлемі өзгерді ма? Көлемі өзгерді. Өйткені бұл неге өзгерді? Топырақтың құрамында не бар екен балалар? Ауа бар екен. Дұрыс айтасыңдар. Топырақтың құрамында ауа бар екен. Кәнекей бәріміз саламыз топырақтың орнына. Топырақтың құрамында ауа бар екен анықтадық па? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Осындай борпылдақ топырақ балалар бақшада болады екен. Ал бақшада өсімдіктер өседі. Ал енді адам жүретін жолда, балалар, адам жүретін жолда топырақта өсімдіктер өседі ма? Жоқ. Неге өспейді? Айтыңдаршы маған. Өйткені топырақтағылар жоқ. Дұрыс айтасың Ажан. Өйткені адамдар жүретін топырақта ауа болмайды. Сол себепті адамдар жүретін жолда топырақта өсімдіктер өспейді екен, я балалар. Өте жақсы балалар. Ал енді балалар, бірінші алғашқы тәжірибемізді көшеміз. Стаканды аламыз. Алғашқы тәжірибемізді қарайық. Ал стаканда не көріп тұрсыңдар балалар? Не байқадыңдар? Өсімдік қалдықтары үстінде бетінде қалқып тұр ма? Өте жақсы балалар, көрдіңдер ма? Суға біз топырақ салғанда өсімдік қалдықтары судың бетіне қалқып шығады екен, не балалар? Өте жақсы балалар. Әнеке, көрдіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тәжірибеміз топырақтың құрамында не бар, я? Балалар, топырақтың құрамында не бар екен? Айтайықшы. Су бар және ауа бар. Өте дұрыс айтасыңдар. Балалар, бүгінгі тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Өте жақсы балалар. Сендер де маған өте қатты ұнадыңдар. Келесі тәжірибе алаңында кездескенше сау болыңдар.